Баршаңызға сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін өте ерекше самса дайындаймыз. Самсаның аты Наполеон деп аталынады, өйткені тура Наполеон торты сияқты қабат-қабат, қатпар-қатпар болып, осылай қытырлап пісетін самса. Жасап көруге кеңес беремін. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап отыруларыңыз. Ең алдымен ыдыстағы суға, бөлме температурасындағы суға тұзымызды салып, тұз ерігенше жақсылап араластырамыз. Содан кейін ұн салынған ыдысымызға жайлап құйып қамыр илейтін боламыз. Қамырыңыз қатты болып қалмау керек және орташа жұмсақтықта иленуі қажет болады. Қамырымызды тең ортасынан екі бөлікке бөлеміз және кішкене зуала етіп дөңгелетіп қоямыз. Бетін жауып 15 минутқа немесе 10 минутқа тындырып қоямыз. Қажетті уақыт өткеннен кейін қамырымызды осылай қолымызбен басып алдымен жайып аламыз. Енді тоңазытқышта тұрған қатты болып тұрған сармайымызды алып, осылай теркадан өткізіп бетіне жақсылап сеуіп шығамыз. Міндетті түрде тоңазытқышта тұрған сармай болу керек, немесе маргарин болу керек. Егер сіздерде маргарин жұмсақ болатын болса, оны қолдың көмегімен кішкене тегістеп жайып жіберуге болады. Менде тоңазытқышта тұрған қатты сармай болғандықтан ешқандай жайған жоқпын, өз қалпында қалдырдым. Бірінші бетіне және екінші бетіне қамырды осылай кезектетіп теркадан өткізіп, сармайымызды сеуіп алдық. Осылай оқтауменен айналдырып, ортасынан кесіп аламыз. Міне көріп тұрсыздар, видеодағыдай өте оңай, ешқандай қиындығы жоқ. Одан кейін ортасынан тағы да екінші бөлікке бөлеміз. Осылай бөліктерге бөліп шығамыз. Видеода көрсетілгендей кесіп шығыңыздар және екеуден біріктіріп шығу керек. Осылай кішкене басып қойыңыздар бір-біріне жабысып тұру үшін, бірақ қатты басудың қажеті жоқ. Бұл қамырлар әрине самса үшін өте үлкен болғандықтан біз оны 4 бөлікке бөліп шығамыз. Міне көргендеріңіздей слойы, қабаты өте көп болып, әдемі болып шығатынына сенімдімін. Осылай әрбір қамырды 4 бөлікке бөліп шығу керек. Содан кейін салафанға немесе осындай тақтайға қойып, барлығын тоңазытқышқа 1 немесе 2 сағатқа қатырып қою керек. Самсаның ішіндегі салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге тартылған ет немесе жай ғана етті турап алсаңыздар болады. Картоп, пияз және специялар қоссаңыздар болады. Мен тұз, корейский тұз және бұрыш қостым. Қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Осылай дәмі бір-біріне сіңіп кетуі керек. Ал енді 1-2 сағат тоңазытқышта тұрған қамырларымызды алып, осылай 3-4-ден жаюды бастаймыз. Тоңазытқышта қалған қамырлар тұра беру керек, керегін ғана осылай шығарып, жайып алғанша қалған қамырларыңызды шығармағаныңыз дұрыс. Өйткені қатты болып тұрған кезде қамыр жақсы жайылады және маргариндері піскен кезде қытырлап әдемі болып шығады. Осылай әдемілеп жайып аламыз. Енді самсаны түйуге кірісеміз. Самсаны мен түйуді міне көрсетемін. Қазір видеодағыдай етіп түйу керек. Сонда әдемі болып, жан-жағы ашылмай, слойлары, қатпарлары анық болып көрініп тұрады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көрулеріңізді сұраймын. Рахмет айтасыздар, жасап жеп көргеннен кейін міндетті түрде осы рецептпен үнемі жасайтын болып қалуларыңызда мүмкін. Байқағандарыңыздай жасалу өте оңай, қарапайым. Міне біздің самсаларымыз дайын болды қыздар, өте керемет. Түрінің өзі айтып тұрған шығар, өте аппетитті, қытырлап, күшті болып шықты. Қазір видеода көрсетемін, ішін ашып және қатпарларын. Қазір өздеріңіз куә боласыздар, қыздар өте күшті, керемет болып шығады. Жеген кезде ауыздарыңызда кәдімгідей қытыр-қытыр етіп, свежий болып, күшті болып тұрады. Үйдегілеріңізге міндетті түрде жасап беріңіздер қыздар. Күшті, керемет, вау дейтін болады.
сосын үнемі осы самсаны сіздерден сұрайтын болады. Мен сіздерге рецептің толық нұсқасын описаниеге жазып кетемін.